бүгін біз Pindodo'ның интерфейсімен танысамыз. Интерфейс дегеніміз не? Ол бізде мына жерде кнопкалармен танысамыз. Әртүрлі кнопкалар тұр, міне. Осы кнопкалармен танысамыз. Ең бірінші мына кнопкамен танысайық, домашний. Ол бізде домашний экран. Ол бізде мынау полный экран, е. Домашний экранымыз осы. Келесі кнопка бұл жерде мына телевизордың суреті қосылған, көрсетілген. Бұл бізде Инстаграмда білесіздер, Reels дегендерде тура солай. Қытайларда да өздерінің магазиндерінде жаңағы осындай Reels'тер жаңағы менде қазір слабый интернет болып тұр. Шегінемін мен артқа. Келесі кнопка ол бізде, қараңыздар. Не? Мынаны басқан кезде. Қайтадан не алайын? Басты бетке басайын. Міне. Келесі ол бізде категория. Ол бізде осыны басамыз. Басқан кезде бізге категориялар шығарып береді. Мына жерде мысалға киімдер, кеше түрлі тамақтар, төмен қарай осыларды басу арқылы сіздерге шығарып береді. Келесі бізде келесі кнопка. Ол бізде мына жерде менде 9 деп келіп тұр. Ол бізде сообщение, яғни продавецтермен сіздер сөйлесе аласыздар. Мен басамын осыған, міне мендегі сообщениялар. Осыны басу арқылы сіздер продавецтермен сөйлесе аласыздар. Келесі бізде ол соңғы менің профилім деп аталады. Бұл жерде өздерінің профильдеріңіз орналасқан. Мен бастым. Ең бірінші бұл жерде өздерінің телефон номерларыңызды тұрады. Қай номермен тіркелдіңіз. Келесі осыны айтатын болсақ, бұл экранда керектілерін ғана сіздерге айтайын. Мысал ретінде мынау кошелектің суреті. Мысал ретінде қараңыздар, сіздер бір киімге заказ бердіңіздер. Бірақ оған сіздің ақшаңыз жетпей қалды. Жаңағы карточкаңыздан алынбай қалды. Ол кезде осы жерде тұратын болады сізде алынбаған затыңыз. Ақшасын төлейін дедіңіз, бірақ ақшаңыз жетпеді. Осы жерде тұрады. Келесі, сіз мына жерде енді сіз ақшаңызды төлеп қойдыңыз, бірақ мен айттым ғой, закуппен аласыздар деп адамдардан, жаңағы продавецтерден, магазиндерден 4 адам толғанша, мысал ретінде айтып тұрмын мен. 4 адам толғанша сіздер осы жерде тұрасыздар. Ары қарай адам толғаннан кейін олар упаковка жасайды, білесіздер ғой. Упаковка жасаған кезде мына жерге барады. Упаковкадан шыққаннан кейін жаңағы неге сіздерге жібереді ғой, Қытайдың каргосына. Ол кезде осы автобустың белгісі көрінеді. Одан кейін барып осы жерге келеді, жинақталып тұрады. Мен көрсетемін, мысал ретінде менде 2 товар заказ берген, соны көрсетейін. Мен автобусты бастым, грузовикті. Мен заказ бергендерім осында тұр. Келесі мына жерде менің заказ беріп қойғандарым уже келу керек, уже примерно 12 күн болып қалды бұлардың уже жолға шыққанына. Осылай. Келесі бізде ең керектілерін көрсетейін тағы да. Мына жерде бізде өзімізге ұнаған товарларымыз осында тұрады. Мысал ретінде көрсетейін қазір. Ішіне қараймыз.
мысалға өзіңіз сатып алғыңыз келіп жүрген заттар осы жерде тұрады. Мысал ретінде қараңыздар. Мен өзіме мысал ретінде осыларды алғым келеді. Сосын өзіме сақтап қойдым. Келесі кнопка, ол бізде керегі. Мына жерде банковский карточканы саласыз, жаңағы енгізесіз. Мен қазір басамын. Бірақ келесі сабақта үйрететін боламын. Банк картасын қалай тіркейміз, соны келесі сабақта үйрететін боламын. Загрузка болып тұр. Осы жерде тұрады. Бұны келесі сабақта үйрететін боламын. Келесі главный бізге мекен жай керек болады. Мекен жайымыз бізде мына жерде. Так. Мекен жайымыз міне. Мекен жайымызды осы жерге жазатын боламыз. Қытайдың мекен жайын ойлап қалмаңыздар, өздеріңіздің қалаңыздың деп. Бұл жерге біз Қытайдың мекен жайын жазатын боламыз. Одан кейін главный осы. Бастысы осы. Еще настройки бар. Настройки бізде мына жерде орналасқан. Оны да алдағы уақытта үйрететін боламын. Мекен жайды да қандай карголардың списогын келесі сабақтарда беретін боламын. Телеграм каналда менде карголардың списоктары бар. Сол, егер ұнаған болса видео, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қойыңыздар маған. Тыңдағандарыңызға рахмет.